Қайырлы күн достар. Біздер бүгін көркем жазу сабағының 9-шы сабағы. Біздер йо әрпін бүгін көркем жазып үйренетін боламыз. Байқасаңыздар, мұнда мен сөйлемді ұзартып жатырмын. Яғни бізде сабақ көбейген сайын, яғни келесі сабаққа өткен сайын бізде көркем жазуда бара-бара жаңағындай сөйлемдеріміз де көбейе береді. Бұл сіздердің практикалық әдемі жазуларыңызға өз әсерін береді деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабақты бастайық. Йо әрпі байқап отырсаңыздар, е әрпіне қарағанда айырмашылық мүлде жоқ деуге де болады. Тек қана үстіндегі екі нүктесінде ғана айырмашылық бізде бар. Енді біздер менің сабағымды, яғни көркем жазу сабағымды мұқият және де үздіксіз қарап жүрген менің сүйікті шәкірттерім, оқырмандарым біледі. Біздер осындай әдемі көркем жазуға арналған дәптерге жазып үйренеміз. Бұл біздің бастапқы жазуымызды түзету үшін осындай дәптердің болуы міндетті түрде. Егер де мұндай дәптерді жазбайтын болсаңыздар, қарапайым дәптерге сіздер бастапқы кезде осылай әдемі көркем жазып үйрене алмайсыздар. Сондықтан да егер де көркем жазып үйренемін, мен де сіз сияқты әдемі жазғым келеді дейтін болсаңыздар, онда осындай көркем жазуға арналған арнайы дәптерді канцелярский, яғни дәптерлер, ручкалар сататын дүкеннен алуларыңызды ұсынатын еді. Олай болса, сабағымызды бастайық. Біздерде йо әрпі қарап отырсаңыздар, міне екі элементтен тұрады. Дәл е әрпі сияқты және үстіндегі екі точкасында ғана айырмашылық бар. Олай болса, мен жазып үйретейін. Сіздер мұқият қарап отырыңыздар. Мына жерде сосын айта кететін нәрсе, йо әрпі келесі алдындағы әріпке және өзінен кейінгі әріпке қалай жалғанып тұр, мән беріңіздер. Жабыстырмаймыз. Әріптерді бір-біріне жабыстырмай, әдемі, көркем және таза, қатесіз жазуға тырысыңыздар. Бұл өте ең маңызды ереже болып табылады көркем жазудағы. Так, бастаймыз. Түсінікті болып жатыр ма? Егер де сабақтарым ұнап жатса, менің арныма тіркеліп алыңыздар, менің сабақтарымды жоғалтып алмас үшін. Және де пікір бөліміне пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы қазақ әліпбиіндегі бүкіл әріптерді иншалла бәрін әдемі жазуды көрсететін боламын. Және де бұл сабақтар ешқандай да ақыны қажет етпейді, тегін сіздер үшін, яғни менің көркем жазып үйренемін деген оқырмандарым мен шәкірттеріме арналған сыйлығым деп біліңіздер. Тегін өздеріңіз бастысы өздеріңіз жаңағындай дәптерді сатып алып, менің сабақтарымдағы ережелерді қайталап жазсаңыздар болғаны. Енді сөйлемдерді жазып үйренеміз. Менің ағам монтер. Монтер болу оңай емес. Ол күні-түні тынымсыз жұмыс істейді деген бізде сөйлем. Осыны әдемі көркем жазамыз.
Сосын екі сөздің арасында алшақтау етіп жазуды үйреніңіздер. Тек әріптер ғана емес, сөздер де жабысып қалмасын. Көрініп тұр ма видеода? Егер сабақтарым ұнап жатса, мені қолдау мақсатында әдемілеп пікір жазып жіберіңіздер. Ұлданай апа, сабақтарыңыз күшті деп, бұл маған мотивация береді. Осымен біздің бүгінгі 9-шы сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаса, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше. Сіздерді жақсы көремін.